бізде Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының кәмелетке толмаған балаларды бейімдеу орталығы ашылып жатыр Донской ауылында. Бұл орталық негізі 25 балаға есептелген, 4 жастан 18 жасқа дейінгі балаларды енді өмірде қиын жағдайға тап болған, беспризорный дейміз орысша айтқанда, қараусыз қалған балаларды әкеліп осы жерге бейімдейміз. Арнайы әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды әкелеміз, құжаттарын даярлап деген сияқты мәртебесін анықтап, содан кейін ол балаларды ары қарай орналастырамыз. Үйге қайтатын балалар үйлеріне қайтылады, орталықтарға немесе балалар үйіне баратын балалардың құжаттарын рәсімдеп, ары қарай балаларды орналастыру жұмыстары жүргізіледі. Енді бұл орталық бізде Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының көмегімен және де қаламыздың бетке ұстар азаматының бірі Сейілжан Жеренұлының Шығыс сүт корпорациясының басшысының көмегімен осы кісі осы ғимаратты беріп, бізге жөндеп, балаларға осындай керемет жағдай жасап беріп отыр. Енді бүгінгі күні осы орталығымыз ашылып жатыр. Енді ары қарай балаларға жақсы қызмет көрсетеміз деп үміттенемін. Орталықта біздің балаларға барлық жағдай жасалған, тамақ ішетін орнынан бастап жатын орындарына дейін барлығы үтір нүктесіне дейін ойластырылып, балаларға жайлы болу үшін, жылы болу үшін, және де өздеріңіз көріп отырғандай, кішкентай балаларға әсіресе көп көңіл бөлдік, себебі барлығын солардың бір көңілін аулайтындай, қызығушылығын арттыратындай және оқуға, білімге, өмірге деген құштарлығын арттыратындай етіп, осындай әдемі, жарқын, түрлі түсті қылып ұйымдастырып отырмыз. Себебі балалар бұл жерге келген кезде өздері онсыз да көп өмірден тауқымет көріп келген балалар ғой. Осы жерге келгенде біраз болсын көңілі көтерілсін, көңілі алдансын деген мақсатпен осындай жарқын, әдемі, түрлі түсті қылып, барлық ойындар, кітаптар, құралдарын барлығын солардың қызығушылығын арттыратындай етіп ұйымдастырылып жасалды.